Джефф Безос, американдық кәсіпкер, Amazon интернет компаниясы мен Blue Origin ғарыш компаниясының негізін қалаушы, The Washington Post баспанасының иесі. 2018 жылы Forbes журналы бойынша әлемдегі ең бай адам болып саналды. Ол бірінші орынды $135 миллиард табыспен иеленді. 2021 жылдың 7 қаңтарында оны Илон Маск екінші орынға ығыстырды. Бүгінгі видеода Джефф Безостың жетістікке жету принциптерін ұсынамыз. Кетуден қорықпаңыз. Мен қандай да іс болмасын, тырысып көру керек деп шештім. Егер сәтсіздікке ұшырасам, өз әрекетіме еш өкінбеймін. Көптеген адам өмірінің соңына істеген іс үшін емес, қорқып, тәуекел етпеген үшін өкінеді. Және мен бұдан тәжірибе жинаймын, және келесі жолы дұрыс әрекет етуге тырысамын, дейді Джефф Безос. Оның карьерасы колледжді бітіргеннен кейін 10 жыл өткенде басталды. Оның алдында екі таңдау болды. Біріншісі, уақытылы жалақы беріп тұратын, қалыпты жұмыста біреуге жасау. Не болмаса өз арманын қуып, интернет-магазин ашу болатын. Осылайша ол қиын жолды таңдаған болатын. Бір күні сізде осындай жағдайға тап болуыңыз әбден мүмкін. Сол кезде өзіңізді тыңдап, тәуекел етуден қорықпаңыз. Басы қатты болып қиналсаңыз, арты сіз қалағандай болатын сөзсіз. Қабылдаған шешімнің маңызын түсініңіз. Күн сайын біз әртүрлі шешімдер қабылдаймыз. Не болмаса айналамызды қоршаған ортаның алаңдаушылықтарына бой алдырып қоямыз. Сондықтан, қабылдаған әрбір шешімнің соңы қандай нәтижеге алып келетіндігін ойланыңыз, және оның маңыздылығын түсіну керек. Айналамызға алаңдамау үшін алдымызға нақты бір мақсат қойып, өз түйсігіңізге сенім артуыңыз қажет. Шешімді тез қабылдауды үйреніңіз. Интернет және онлайн бизнес қарқынды дамып жатқан уақытта, Джефф Безос алдыңғы қатарда болу үшін тез әрі дұрыс шешім қабылдай білді. Оның керемет шешімдерінің бірі Amazon Web Service іске қосу және содан кейін жарнамалық қызметтерді кеңейту болатын. Қазіргі уақытта жарнамалық шоттар оның компаниясының жылына $10 миллиард жуық пайда келеді. Безос қалпынша жұмыс істей беруіне болатын еді, алайда нарық одан да көп нәрсені қажет ететіндігін түсінген болатын. Ол ілгерілемей тез жұмысқа кірісті. Жұмысыңызға табанды және икемді бола білу. Егер сіз табанды болмасаңыз, онда алға қойған мақсаттарыңызды тез бас тартуыңыз мүмкін. Және егер де икемсіз болсаңыз, проблемалардың шешімін таба алмайсыз. Әрбір табысты кәсіпкер осы екі қабілетті тепе-теңдікте ұстай білуі керек. Джефф Безос осы қасиеттердің арқасында Amazon компаниясы үлкен интернет империясын айналдырды. Кім үшін жұмыс жасап жатқаныңызды ұмытпаңыз. Мені адамдардың маған сенгендігі алдыға жетелейді, дейді Безос. Сіз әрқашанда өзіңіз үшін ғана емес, сізге жақын адамдар үшін де жұмыс жасайсыз. Бұл сіздерге маңызды әрі дұрыс шешім қабылдауға септігін тигізеді. Сізге көмектесіп, және сізге жұмыс жасап жатқан адамдарды ешқашан ұмытпаңыз. Егер олардың мүдделерін бірінші орынға қойсаңыз, олардың сіздің адал қорғаушыларыңызға айналатын болады. Джефф Безостың тарихынан және принциптерінен көптеген құнды сабақ алуға болады. Осы 5 қағида сізге әлемдегі ең бай адамдардың қатарына кіруге өз септігін тигізуін әбден мүмкін. Оларды өз өміріңізде қолдансаңыз, көптеген жетістікке жететін боласыз.